Сәлем. Норвег халқы бұл жерге әкеліп қоқыс тапсыру үшін 8.000 теңге ақша төлейді. Ал біздің Орал қаласында Орал таза сервис атты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сіздің әкелген әр қоқыстың килограммы үшін сізге ақша төлейді. Мынау Норвегиядағы Ивар атты қоқысты қайта өңдейтін заманауи орталығы. Мұнда қоқыс сұрыпталып, қайта өңдеуге немесе энергия өндірісіне жіберіледі. Адамдар осында қоқысын әкеліп, арнайы түрлерге бөліп тапсырады. Әр бөтелке, әр картон қайта өмірге келіп, табиғатқа ауыртпалық салмайды. Біз Альбина екеуміз туған Орал қаласында да осындай жүйені енгізу үшін қаламыздағы түрлі кәсіп иелерінен құрылған белсенділер тобы күресіп жатыр. Люди for люди бұл қарапайым еріктілер. Қазір 3 сұрыптау экопункттерін ашты. Бірақ біздің қаламыз үшін бұл әрине аз. Бізге тағы да 10-20 экопункт қажет. Әр қала тұрғынының осы экопунктке сұрыптап әкелген қоқысын осы мекеме қайта өңдеп, тұрмысқа қажетті кір сабын, дәретхана қағазын шығарады. Және сіз әкелген әр қоқыстың килограммына мына кестеде көрсетілген тариф бойынша ақша ала аласыздар. Қазіргі таңда ашылып, жұмыс жасап жатқан 3 экопункттердің мекенжайлары осы видеода көрсетілген. Біз Альбина екеуміз Норвегиядан қарап отырмай қолдау білдіргіміз келеді. Әр бөліскен видео үлес, әр кішкентай көмек үлкен өзгеріске жол. Қолдайық, өз қаламыз үшін, балалар болашағы үшін. Болашақ таза қалада. Сіз де Орал қаласында эко-контейнерлердің көбеюіне үлес қосқыңыз келсе, төмендегі нөмерге қаржылай көмек жібере аласыз.